Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте әдемі болып шығатын жұп-жұмсақ күлше нандардың рецептімен бөлісетін боламын. Сондықтан да видеомды өткізбей соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Сүтіміздің ыстық болып кетпеуін қадағалаңыздар. Енді жылы сүтіміздің үстіне осындай үлкен қасықпен бір қасық тұзымызды саламыз. Ашытқымызды, қантымызды аздап сұйық май қосамын, және де бір жұмыртқамды салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін осылай бетін жауып 5 минутқа қоямыз. Енді оған дейін ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Ұнымызды електен өткізудің пайдасы нанымыз көтеріліп, өте керемет болып шығады. Толық рецептісін төмендегі описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Енді жаңағы дайындап алған сұйықтығымызды ұнымыздың үстіне құйып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Мен ұнымды 800 грамдай салдым, ал сіздер 750 грамдай салып көріңіздер, өйткені әр ұнның тығыздығы әртүрлі болып келеді. Неке қараңыздар, жұп-жұмсақ болып иленіп жатыр. Артық ұн қосып, қамырымызды қатты қылып жібермеңіздер. Тек шамалы ғана ұн салуға болады. Неке қамырымызды илеп болдық, енді бетіне шамалы ғана май жағып жіберемін. Сонда біздің қамырмен жұмыс жасауымыз өте оңай болады. Нанымыздың бетін осындай пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа ашытуға қоямыз. Қамырымыздың тез көтеріліп шығуы ол ашытқыға байланысты. Сол себепті ашытқымыздың срогы өтіп кетпеген, балғын болуы қажет. Неке қамырымыз 1 сағаттың ішінде керемет болып көтеріліп шықты. Енді қамырымызды бөлшектерге бөліп дайындап аламыз. Неке видеода көріп отырғандарыңыздай дөңгелекте формасын шығарып аламыз. Енді 20 минутқа майлықпен бетін жауып, қамырымызды демалдырып аламыз. Өйткені бірден салып жіберсеңіздер, қамырымыз шекі болып қалуы мүмкін. Енді бір жұмыртқамызды вилканың көмегімен араластырып дайындап аламыз. Неке осылай қамырымыздың ортасын басып, күлше нанымыздың формасын шығарып аламыз. Алдағы уақытта менің каналымнан осындай бір жасағаннан шығатын өте қарапайым рецепттерді салатын боламын. Сондықтан да менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Енді қамырымызды қызып тұрған пеште 220 градуста 20 минутта пісіріп алатын боламыз. Неке қараңыздар, біздің күлше нандарымыз өте керемет болып пісіп шықты. Осындай өте оңай әрі қарапайым жолмен дайындалатын видео рецептімді жіберіп алмас үшін төмендегі подписация батырмасын және де жанындағы қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар.